Сәлеметсіздер ме? Бүгін логикалық тапсырмалардың екінші бөлімін қарастыратын боламыз. Осы секілді логикалық тапсырмаларды шешу арқылы сіз өзіңіздің логикалық ойлау қабілетіңізді дамытатын боласыз. Ол үшін қазір алдыңыздан тапсырмалар шығатын болады. Сол тапсырмаларды стопқа қойып, сіз бірінші өзіңіз шығарып алыңыз, ал жауабын менімен бірге сосын тексерсеңіз болады. Ал ендеше тапсырманы бастайық. Бірінші тапсырма: анасы Нұрисламды 15 қарбыз алып келу үшін дүкенге жұмсады дейді. Нұрислам екі қолымен 2 қарбыз ғана алып келе алады. Қарбызды тасып болу үшін Нұрислам дүкенге неше рет барады? Енді осы секілді есептерді талдау үшін сізге ең бірінші ішіндегі кілт сөздерді анықтап алу керек, және де сізге не қажет екенін анықтап алсаңыз, кез келген тапсырманы шеше аласыз. Бізге 2 қолымен 2 қарбыз ғана алып келеді. Енді 15 қарбыз тасып болу үшін бір барғанда Нұрислам 2 қарбыз алып келеді, екінші рет барғанда тағы да 2 қарбыз алып келеді, әр барғанда 2 қарбыздан алып келе береді. Ол үшін 15 қарбыз тасып болу үшін 15 қарбызды 2-ге бөле саламыз. Сонда 7-ден береміз, 14 болады. Бір қарбыз бізде дүкенде қалып кетеді екен. 7 рет баратын болса, Нұрислам 14 қарбыз алып келеді, ал 15-ші қарбыз алып келу үшін дүкенге тағы да 1 рет барады. Сонда 8 рет барған кезде 15 қарбызды тасып бітіреді екен. Бұл бізде В варианты. Келесі: Марат және Жанат кітап сатып алғылары келді. Маратқа 60 теңге, ал Жанатқа 10 теңге керек дейді. Олар кітапты бірігіп сатып алмақшы болды, бірақ ақшаларын қосқанда да жетпеді. Кітаптың бағасы бүтін сан болса, оның бағасын табыңыз дейді. Бізде Маратқа 60 теңге қажет екен, ал Жанатқа 10 теңге қажет екен. Олар бірігіп кітап сатып алмақшы болды дейді, бірақ ақшаларын қосқанда да жетпеді. Екеуінің ақшасын, Марат пен Жанаттың ақшасын қосқанда да бізге кітапқа жетпей қалған екен. Енді қараңыздар, бұл жерде жауап арқылы тексеріп көрсек те болады. Мысалы, ең аз вариант бізде 35 теңге деген талдап көрейік. Бұл 35 теңге деген не нәрсе? Бізден қазір не сұрап жатыр? Кітаптың бағасы қанша теңге дейді. Егер біз кітаптың бағасы 35 теңге деп қарастыратын болсақ, С вариантын, онда бізде не үшін Маратқа 60 теңге қажет деген сұрақ келеді. Бізде мәтінде айтқан ғой, Маратқа 60 теңге қажет деген. Онда Маратқа, егер кітаптың бағасы 35 теңге тұратын болса, Маратқа 35 теңге қажет емес пе? Онда бізде С варианты жарамайды екен. Дәл сол секілді Маратқа 60 теңге қажет болатын болса, бізде Д вариантында кітаптың бағасы 40 теңге деп те қарастыра алмаймыз. Сол үшін бізде Д вариантын, Е вариантын және В вариантын барлығын алып тастасақ болады. Бізде дұрыс вариант А варианты болады. Не үшін кітаптың бағасы 60 теңге? Себебі Маратқа бізге 60 теңге қажет. Ал Жанатқашы? Жанатқа 10 теңге қажет. Онда бастапқыда Жанатта қанша теңге болған? Жанатта демек бізде 50 теңге болған. Ал Маратташы? Маратта вообще теңге болмаған. 0 теңге болған ода. Енді олар ақшаларын қосқанда да кітап сатып алынбақ деді. Енді екеуінің ақшаларын қоссақ та, енді 50 теңге шығады, 50 теңгеге 60 теңге кітап сатып алылмаймыз. Сол үшін бізде Маратқа 60 теңге қажет, ал Жанатқа 10 теңге қажет екен. Сонымен кітаптың бағасы бізде 60 теңге болады екен. Келесі үшінші есеп дейді. Фирма шаңғыны жалға береді, әрбір сағатқа 1000 теңге. Және тапсырысты рәсімдегені үшін 200 теңге алады. Шаңғыны 3,5 сағатқа жалға алу үшін қанша төлеу керек екенін тап дейді. Енді 1 сағатқа 1000 теңге алады екен. 1 сағатқа 1000 теңге. Ал бізге 3,5 сағатқа тауы керек. 3,5 сағатқа қанша теңге алады дейді. Енді 3,5 сағатты 1000 теңге көбейте саламыз. Сонда бізде 3,5 теңге шығады. Соны шаңғыны алу үшін 3,5 теңге береді. Және тапсырысты рәсімдеген үшін тағы да 200 теңге қосып береді. Сонда бізде жалпы шаңғыны алу үшін 3700 теңге береді екен. Бұл бізде В варианты. Келесі: Айнұр бірнеше сабын сатып алғысы келді дейді. Супермаркетке ол келесі жарнаманы көрді. Мұндағы жарнаманы қараңыздар, балалар сабыны деген, мұнда Palmolive деген сабын бар екен. Мұнда астына жазып қойған 4 кесекті, бізде мұндағы бағасы, егер жарнама бойынша алатын болса, 4 кесекті 350 теңгеге алады екен. Бұл жарнама бойынша. Енді мәтіндарға жалғастырайық. Егер жеке сабын алатын болса 125 теңге дейді. Егер бір штук алатын болса
бір кесек алатын болса, онда 125 теңге төлейді екен. Айнұр балалар сабынының жарнамасы бойынша 8 кесегі мен жеке сатылым бойынша 8 кесек сабын алатын болса, жарнамадағы сабынға қарағанда жеке сатылған сабынға қанша теңге артық төлейді. Енді ақшалардың разницасын есептеу керек екен. Енді жарнама бойынша 8 кесек алған, және де 3 штуктап 8 кесек алған екен. Енді қараңыздар, жарнама бойынша 4 кесекке 350 теңге кететін болса, онда 8 кесекке тағы да 4 кесек алуға тура келеді, сонда 8 кесекке 700 теңге кетеді екен. Енді жекелеп есептеп көрейік. Онда 1 штукка 1 кесекке 125 теңге тұрады екен, 1 кесегі. Онда 8 кесеген таусын, 8 кесекте біз 125 теңге көбейте саламыз. Сонда 8-ге 125 көбейтсек, 100-ге 8 800, 25-ге 8 200, 1000 теңге кетеді екен. Енді осы ақшалардың разницасын табыңыз дейді. 1000 теңгеден 700 теңгені азайтатын болса, бізде ақшалардың разницасы 300 теңге болады екен. Бұл бізде В вариантында. Келесі 5-ші тапсырма. Таңертең ауа температурасы 4 градус болды, түсте 10 градусқа жоғарылап, кешкі 3 градусқа төмендеді дейді. Және түнде 7 градусқа төмендеді. Түнде ауа температурасының қандай болғанын анықта дейді. Енді осы секілді есептерді шығарған кезде оқушылар көбінесе жаңағыдай градусникті қолданады. Мұнда әр бағанға бөліктерге бөліп жаңағыдай цифрларын қойып 1 2 3 деп, енді төмендет десе түсіріп, ал жоғарылат десе көтеріп, осылай қосып есептейді. Бұл есептің негізін шығарудың оңай жолы бізде былай деген екен. Таңертең ауа температурасы 4 градус болды. Таңертең 4 градус жылы болған екен. Ал түсте 10 градусқа жоғарылап дейді. Демек, оны 10 градусты қосамыз. Ал кешке 3 градусқа төмендеді дейді. Егер төмендеді дейтін болса, азайтамыз. Ал түнде 7 градусқа тағы да төмендеген екен. Тағы да 7-ні азайтамыз. Сонда ауа температурасының қандай өзгеріске ұшырағанын анықтаймыз. Енді 4-ке 10 болса 14, 14-тен 3 азайтамыз 11, 11-ден 7-ні азайтамыз. 11-ден 7 болса 4 градус болады екен. Сонда ауа температурасы ең соңында 4 градус болады екен. Бұл бізде Е вариант екен. Келесі 6-шы тапсырма дейді. Дастан, Шыңғыс, Ардақ, Әлішер және Айдар жүгіруден сайысқа қатысты. Ардақ алғашқы 2 орынның бірін иеленді. Ал Шыңғыс Дастаннан кейін, бірақ Әлішердің алдында келді. Сайыстың жеңімпазы Айдар болды. Әр жүгірушінің алған орнын анықтаңыз дейді. Енді бұл есеп шығару үшін ішіндегі кілт сөздерді анықтап аламын. Және де мұндағы А, В, С, Д, Е деген варианттар арқылы жауапты салыстырып, сәйкестендіріп, тексеріп отырсақ жеткілікті екен. Енді бізге ең бірінші Ардақты айтқан екен. Ардақ алғашқы 2 орынның бірін иеленді. Ардақ деген бізде бірінші келген, немесе екінші келген. Ал Дастан Шыңғыстан кейін, бірақ Әлішердің алдында келді. Ал сайыстың жеңімпазы Айдар болды. Демек, Айдар бірінші келген. Мұндағы 5 варианттың 5-еуінде де Айдар бірінші келіп тұр. Мұны ешқайсысын өшіре алмаймыз. Енді Айдар бірінші келетін болса, онда Ардақ алғашқы 2 орынның бірін иеленген еді ғой. Онда Ардақ екінші келді деген сөз. Мұнда А варианты Айдар бірінші, Ардақ екінші жарайды. В варианты Ардақ 2 деген жоқ, В варианты бізде мүлдем жарамайды. С варианты Ардақ 2 жарайды, Д варианты Ардақ 2, Айдар 1 жарайды, Е варианты Ардақ 2, мұнда Е варианты жарамайды екен. Ары қарап, ал Шыңғыс Дастаннан кейін дейді, Шыңғыс. Мұндағы Шыңғысымыз Дастаннан кейін келген, бірақ Әлішердің алдында. Енді Шыңғыс деген Дастаннан кейін тұр керек. Мұнда А вариантында Шыңғыс Дастаннан кейін тұр. Мұнда бізде қалған С варианты тексерейік. Шыңғыс Дастанның алдына шығып кетіпті. Демек, мұндағы С варианты жарамайды. Мұндағы бізде Д вариантын қарастырамыз енді. Шыңғыс Дастаннан кейін келді. Шыңғыс тағы да Дастанның алдына шығып кетіпті. Д вариант. Демек, Д вариантқа жарамайды. Мұндағы дұрыс вариант А вариант болады екен. Енді мәтінді сәйкестендіріп тексеріп көрейік. Шыңғыс Дастаннан кейін тұр. Мұндағы Шыңғыс Дастаннан кейін тұр. Бірақ Әлішердің алдында дейді. Мұнда Әлішердің алдында. Демек, бізде дұрыс вариант А варианты болады екен. Мұндағы дәл осы секілді логикалық тапсырмаларды шешу арқылы сіз өзіңіздің жалпы логикалық ойлау қабілетіңізді дамытатын боласыз. Ол үшін алдағы уақыттарда біз логикалық көптеген
тапсырмалардың видеосын шығаратын боламыз. Ол үшін біздегі каналға жазылып, қоңыраушаны басып қоятын болсаңыз, біз шығарған видеоларымызды жалпы ең алғашқы болып көре алатын боласыздар.